Сәлем достар. Бүгін біздің отбасы каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін Бексұлтан, менің анам. Сәлем достар. Достар, бүгінгі видеомызда біз күз айы, қазір қазан айы басталды, яғни арбуздың уже сезоны бітіп жатыр. Сондықтан арбуз челлендж ойнайық дедік, Бекош екеуміз. Видеоны бастамас бұрын достар, міндетті түрде подписка жасап және лайк басуларыңызды сұраймыз. Біз каналымызды жаңадан ашып жатқандықтан бізге қолдау көрсетулеріңізді сұраймыз, Бекош екеуміз. Бастаймыз. Кеттік. 1, 2, 3. Мен тез жейм. Бұл жерде Бекош тез жеу емес, просто қаншалықты біз арбузды көп жей аламыз. Сен көп жейсің бе, жоқ, мен көп жеймін бе, соған байланысты, иә? Достар, каналға тіркеліңіздер. Және лайк басыңыздар. Видеоны аяғына көріңіздер. Арбуз дәмді екен негізі. Сезон бітіп бара жатса да. Бізбен бірге Бусинка деген мысығымыз бар біздің. Көріп тұрсыздар ма? Ол да ар жақта ойнап жүр. Бусинкаға лайк басып қойыңыздар. Арбуз өте дәмді. Біздің Бекош екеуміздің видеомыз алдында қандай видео түсірдік, Бекош? Бургер жасаған видеомыз. Хотя бізде ол кезде 33 қана подписчик болды. И сол 33 подписчикпен біздің бургер видеомыз 1600 просмотр болды, достар. Сондықтан осы видеомызды да 2000 просмотрға жеткізейік, иә? Қазірше бізде 45 подписчик. Уже тояйын дедің ба, Бекош? Бұл негізі арбуз су ғой, ол ешқандай зияны жоқ. Көбінесе сулы болып кетеді, суға толғап қазір ішіміз. Арбузына ішім ауырады. Бір кезде арбуздан ішім ауырады деді Бекош. Достар, қазір Бексұлтанның қарнын көреміз, қаншалықты созылды екен, алдыға шықты екен бұлай, иә? Бекош, покажем? Камераға көрсетеміз бе? Сдаешься? Бексұлтан жеңілетін сияқты. Давай, кушай. Мен де уже тоя бастадым. Ішім суға толып кетті. Мен ары қарай уже жей алмаймын. Қанша кусок жедім? Где-то 4 кусогын жедім мен. Не знаю. Бекош жеймін дейді. Ал достар, біз арбузды жеп болдық. Бекош та тауыс алмады, мен де тауыс алмадым. Негізі біз ойлағанбыз арбузды көп жеу жаңағы оңай деп ойладық. Сөйтсек, жоқ, арбузға да 3-4 кусокқа уже тойып қалады екенбіз. Сондықтан тауыс алмадық. Бірақ біз кусогымызды санамадық, достар. Егер сіздер видеода байқап отырсаңыздар, онда комментарийға жазыңыздар, кім қанша кусок жеді. Бұл жерде
Менде қазір 3-4 кішкентай мен 5 кусок бар. А Бексұлтанда 1, 2, 3, 4. Мынау фазмасы 5. Бекошта почти 4 кусок екен. Видеомыз ұнаса лайк басып, достар каналымызға Комментарий қалдырыңыз. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Және қасында қоңыраушаны басып қойсаңыздар, біздің келесі жаңа салған видеомыз сіздерге келіп тұрады. Сіздермен болған Бекош және мамасы. Сау болыңыздар.